Сәлем аналар, горшокқа үйретудің 5 жолын айтатын боламын. Баланы қалай тез үйретуге болады? Ең бірінші ана өзі үйретуге дайын болу керек. Бала горшокқа дұрыс таңдау керек. Горшоғы ыңғайлы болу керек. Терең, яғни көлемінің ішінде тереңдеу болған дұрыс. Ер балаға, яғни сыртқа шығып кетпес үшін. Ер балаға писсуарды мен тез үйретуге болады. Қыз балаларға арналған тағы да осындай писсуарлар бар, жолға арналған. Олармен де үйретсеңіз тез үйренеді. Және бірінші жолы баланы горшокпен таныстырамыз. Бала таңертең ерте тұрған сәттен бастап 10-15 минут арасында тосамыз. Бұны әдетке айналдырсаңыз, бала өзі тез үйрене бастайды. Азанғы зәр кіші дәреті тез шығатын болады да. Сол үшін ертерек тосқаныңыз дұрыс. Кіші дәреті болсын, болмасын, мүмкіндігінше тоса беріңіз. Бұл қалыпты бір апта тоқтатпай жасасаңыз, тез үйренеді. Әрі қарай бұл әдісті тоқтатпаймыз. Бала негізі 1 ай көлемінде өзі белгі беретін болады. Егер бір апта тоқтатып қойып кейін үйрететін болсаңыз, онда бала бұған үйренбейді. Сол үшін барынша сабырлық танытып үйреткеніңіз өзіңізге дұрыс. Баланы сол 1 ай көлемінде өзі белгі беріп үйренетін болады. Егер сіз балаңызды тоқтатып қойсаңыз, үйренуі кешеуілдейді. Екінші жолы баланы памперстің бұтына жатар уақытқа дейін кигізбейміз. Мүмкіндігінше бала көп штан қажет болады, яғни бұтына көп ауыстыратын шалбар не болсын. Ол кіші дәреті үлкен дәреті шықса, ұрыспауға тырысыңыз. Аналар керісінше мақтаңыз. Бұтын тез ауысып тұрамыз. Үшінші жолы қай мезгіл болса да үйретуді бастаймыз. Қорқудың қажеті жоқ. Бұты жаурайды деп қайтаға памперстен дұрыс. Мезгілге байланысты, мысалы қыс айында баланы жиі тосамыз, жаз айында жарты сағат арасында тосамыз. Яғни қыс айында жаурайтын болған екен тез тосқанымыз дұрыс. Төртінші жолы балаға міндетті түрде өзіне ыңғайлы горшок болған дұрыс. Бала горшокты басында ойыншық көріп кетуі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай. Оған мүмкіндігінше тосып кіші дәрет отыру керек екенін түсіндіреміз. Үйде егер одан үлкен бала болса, сол арқылы үйретуге де болады. Ал болмаса өзіңізбен бірге әжетханаға кіргізіп, отырғызып үйретсеңіз болады. Және 5-ші жолы баланың горшогын көрінетін ыңғайлы жерге қоямыз. Бала тез барып үлгеріп үйрену үшін. Балам үйренбейді деп ойламаңыз. Барынша қолдасаңыз, әрі қарай бала тез үйреніп кетеді. Үлкен дәретті де мүмкіндігінше шығып қойса да горшокқа отырғызыңыз. Сонда бала 1 аптада үйреніп белгі беретін болады. Өзі негізі 1 айда отыра бастайды. Сол балаға 1 аптадан бастап кішкене болса да нәтиже береді негізі. 1 айында бала толық үйренеді. 2 айында өзіңіз беймарал жүретін боласыз. Еш уақытта шаршамаңыздар аналар. Барынша баланы қолдасаңыз тез үйренетін болады.